Сәлем, құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі түсірімдерде сіздерге клубниканың жаңағыдай білесіздер, қазіргі бүршік жарып болғаннан кейін көптеген ауруларға бейім болады. Соның өзі жаңағыдай сіздерге көрсем, мынандай жапырақтар сарғайып кеткендеріне, яғни бұл железо жетіспегеннен болады. Осылай істеп кеткеннен қалай құтылуға болады? Міне көрдіңіздер, мына жерде уже істегеннен кейін жапырақ орнына келіп, керемет болды. Шамалы бар енді кішкене. Бірақ міне основной уже өнімдер жайлап бастап шығып жатыр. Бұл кабрила сорты. Міне өте керемет фрикадан өсірілген. Бір көзсің өзінде мынағандаршы қаншама бар. Енді бұны мен қалай істеп жатырмын? Кәдімгі магазинде сатылады осындай удобрение для различных культур гумат плюс 7 йод деген бар. Бұл тек для теплицы арнап тұрмын. Мен теплица ұлғасын арнап тұрмын. Бүкіл витаминдер бар міне. Көрдіңіздер ғой? Калий, магний, железо бәрі бар. Арнайы міне. Так. Ягодный культура бар, овощный культура, гүлдерге, талдарға, барлығына шашуға келе береді. Енді міне бірінші бұны цветение емес, яғни осылай гүлдеп болғаннан кейін міне өнім шығып жатқан кездерде осылай суа істеу керек, себебі гүлдеген кезде кейбіреулер гүлдеп жатыр, бірақ соны да істеуге тура келді. Қасында чесноктарға да міне чесноктар қандай қараңыздаршы қалыңдықтарын. Соған байланысты жаңағыдай арам шөптер биыл көп, оралған шөптер өте көп, шырмауық сияқты. Осылай істеп шығасыз. Мына кішкентай түрлі де бар, ол кішкентай болғанда қарамастан, мынаңыздаршы қаншама өнім беріп тұр, кішкентай болғанына қарамастан. Сонымен жаңағыдай кәсіпкерге айтайын, қалынша өнім істегенімді 2 грамын, яғни 2 грамм дегеніміз бір қасық болады, жаңағы шай қасық болады. Соны 10 литр суға еземіз. 10 литр суға еземізде баклажкаға тұндырып қоямыз, әбден ол ериді. Осындай неге ашып, міне осылай тек шашып шығам. Міне ешқандай қиындық, түбіне де қиюға болады, және де шашуға да болады. Міне осылай істеп отырасыздар. Өзіне керекті витаминді міне алдында түбіне де қидым, сосын шашып та істедім. Яғни өзіне керек витаминін алады. Міне көрдіңіздер ғой, ешқандай қиындығы жоқ. Канал жазып ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.